Аселя Мабильдинова, Пікір Медиа. Қайырлы күн. Бірінші сұрағым Қанат Алдабергенұлы сізге. Жаңа өзіңіздің баяндамаңызда энергетика және коммуналдық секторды жаңғыртуға ұлттық жоба қабылдап жатсыздар. Осыған 13 триллион теңге қажет дедіңіз. Сол қаржы көзі тартылатын айтып шықтыңыз. Соның бір ұлттық қордан қаржы тартпақшысыздар. Тағы да үкімет ұлттық қорға ауыз салғалы тұр. Ал парламент сіздерге ұлттық қордан ақша тартуды азайтыңыздар деп ескерткен болатын. Осы 13 триллионның қаншасы ұлттық қордан тартылады? Ол мәселе былай ғой. Бүгін айтылды, 4 көзден бізді қаржыны тартатын боламыз. Ең бастысы идея, осы ұлттық жобаның идеясы көп жылды қаражатты табу, 15-20 жылға. Осы 2-3 жылдың ішінде инфрақұрылымды жаңғырту. Соның кейін осы соманы келесі 15-20 жылда таңертең тұрып алып майдаласып біз жағып, оны бұлай жалпақтай жақпайсыз ғой, шамалы жұқалап. Иә. Соны жағып 15 жылға созып, сонда тарифтің өсуі төмен болады. Кезінде Кигокта мен істегенде осындай Кигокта модернизация системаның қолға алып, қыруар қаржы алған. Ол кездегі Кигоктың табысы 200 миллион теңге болған. Мен оған 500 миллион теңге қарыз алып, ол кезде 15 жылға, 20 жылға келісімшартқа отырғызып, сол 5 жылдың ішінде бітіріп, соның келесі 15 жылдың ішінде оны кезек-кезегімен төледі. Қазір жаңғыртылған Кигоктың жүйесі бар, әрине ол 20 жыл бұрын болған жүйесі бар, и кредит төленген. Осындай системаны пайдаланып, біз осы мәселені қазіргі система басқаша, тариф обмен на инвестиция. Мысалы, Павлодар энергода жылу жүйесі бар, или құбырларды. Ол оның тарифінің ішінде жылда 3 миллиард теңге қарастырылған инвестицияларға. Олардың, мысалы, потребность 15 миллиард теңге. Егер осы 3 миллиардты қоссақ, ол 2 есе тарифті. Мысалы, 15 миллиард қоссақ, тарифті 2 есе көтеріледі бір жылда. Бірақ 5 жылға созы, бірақ ол жыртып жатыр жылда. Сондықтан оған тиісті қаржы құйып, осы арзан ставкасымен құйып, сол 2-3 жылдың ішінде жөндеп, ары қарай 15 жылдың ішінде қайтаруға мүмкіндік бар. Бүкіл дүниежүзілікте осындай инфрақұрылым компанияларға осындай методтар нәтижесі бар. Қазіргі таңда нарықта, мысалы, теңгемен ставкасы 20% примерно. Оның әсерін 20% тарифқа сала алмаймыз ғой, бірден тариф өседі. Оны 10%-ға түсіретін субсидиялау системаны қарап шықтық, көрдік, бекіттік заңда. Бірінші этапта осы субсидиялау республикалық бюджеттен болады. Бірақ заңды түрде осындай мүмкіндік болады ұлттық қордан алуға. Егер кім біледі, келесі жылда мүмкіндік болады республика бюджетте, 1-2 жылдан кейін болмай қалады. Онда ғана біз мемлекет басшысына шығып, тиісті инстанциялық қордың управлениясы бар, басқа бар, соған шығып, ұлттық банкімен бірігіп, онда ғана біз осындай мүмкіндік бар, осындай жағдайды жасауға. Қазір керек емес. Яғни сіздер қарастырып отқан 4 көздің 3-еуінен ақша айтарлықтай жетпесе, сонда ғана ұлттық қорда қаржы тартылады. Тек қана субсидияларға. Тек қана субсидияға. Кредит алсақ, ол біздің отандық банктер береді, біздің БРК бере алады. КЖК деген компаниясы барды, Байтеректі, ол тиісті ценные бумаги дейміз ғой нарықта. Әрбір әкімшілік
қазір өз қағаздарын нарыққа шығарып, қаржысын өзіне жіберуге болады. Бірақ сұраныс болу үшін тиісті институттар сол қағаздарды сатып алады. Осы көздер қарастырылған, бірақ субсидиялау бұл мемлекет тарапынан болу керек. Ол көп емес. Мысалы, келесі жылда 38-40 миллиардтай болуы мүмкін. Бірақ ол республика бюджеттен қарастыратын боламыз. Ұлттық қордан емес. Нақтылау. Бірақ ұлттық қордан мүмкіндікті сақтап отырмыз. Бірақ бюджетпен шығамыз деп үміттеп отырмыз. Жақсы, нақтылау, осы секторда модернизациялау соңы кейін коммуналдық қызметтерге тарифтің тағы да өсуіне әкеліп соғуы мүмкін бе? Өзіңіз білесіз, соңғы 30 жылдың ішінде инвестиция тапшы болған. Осы жылу желілеріне, генерацияға, су мәселесіне, кәріз жүйесіне күнделікті авария бар. Әрбір мен өзім бақылап отырмын, телефонға түсіп, ЧС арқылы мәлімет алып отырмын, күнделікті бар. Әр өңірде бар. Ақтауда болады, су тапшы болады, электрмен, мысалы, Алматыда, Астанада болады. Ол тек қана осы инфрақұрылымның тозығынан. Әрине, тарифтің деңгейі өсу мүмкін, бірақ ол тариф өсу адекватный мөлшермен өсу керек. Ол тек қана осы кредиттерді алған инвестицияларды қайтару үшін көтеруге болады. Басқа нелерге мен осындай өз пікірім бар, басқа бағыттарға көтеруге болмайды. Аселия Мабильдинова, Пікір Медиа. Қайырлы күн. Бірінші сұрағым Қанат Алдабергенұлы сізге. Жаңа өзіңіздің баяндамаңызда энергетика және коммуналдық секторды жаңғыртуға ұлттық жоба қабылдап жатсыздар. Осыған 13 триллион теңге қажет дедіңіз. Сол қаржы көзі тартылатын айтып шықтыңыз, соның бірі ұлттық қордан қаржы тартпақшысыздар. Тағы да үкімет ұлттық қорға ауыз салғалы тұр. Ал парламент сіздерге ұлттық қордан ақша тартуды азайтыңыздар деп ескерткен болатын. Осы 13 триллионның қаншасы ұлттық қордан тартылады? Ол мәселе былай ғой, бүгін айтылды, 4 көзден бізді қаржыны тартатын боламыз. Ең бастысы идея, осы ұлттық жобаның идеясы көп жылды қаражатты табу, 15-20 жылға. Осы 2-3 жылдың ішінде инфрақұрылымды жаңғырту. Соның кейін осы соманы келесі 15-20 жылда таңертең тұрып алып майдаласы ғой, біз жағып, оны бұлай жалпақтай жақпайсыз ғой, шамалы. Жұқалы. Иә. Соны жағып 15 жылға созып, сонда тарифтің өсуі төмен болады. Кезінде Кигокта мен істегенде, осындай Кигокты модернизация системаның қолға алып, қыруар қаржы алған. Ол кездегі Кигоктың табысы 200 миллион теңге болған. Мен оған 500 миллион теңге қарыз алып, ол кезде 15 жылға, 20 жылға келісім шартқа отырғызып, сол 5 жылдың ішінде бітіріп, соның келесі 15 жылдың ішінде оны кезек-кезегімен төледік. Қазір жаңғыртылған Кигоктың жүйесі бар, әрине ол 20 жыл бұрын болған жүйесі бар, и кредит төленген. Осындай системаны пайдаланып, біз осы мәселені қазіргі система басқаша, тариф обмен инвестиция. Мысалы, Павлодар энергода жылу жүйесі бар, или құбырларда. Оның тарифінің ішінде жылда 3 миллиард теңге қарастырылған инвестицияларға. Олардың, мысалы, потребность 15 миллиард теңге. Егер осы 3 миллиардты қоссақ, ол 2 есе тарифті. Мысалы, 15 миллиард қоссақ, тарифті 2 есе көтеріледі бір жылда. Бірақ 5 жылға созы, бірақ ол жыртып жатыр жылда. Сондықтан оған тиісті қаржы құйып,
осы арзан ставкасымен қиып, сол 2-3 жылдың ішінде жөндеп, ары қарай 15 жыл ішінде қайтаруға мүмкіндік бар. Бүкіл дүниежүзілікте осындай инфрақұрылым компанияларға осындай методтар нәтижесі бар да. Қазіргі таңда нарықта, мысалы, теңгемен ставкасы 20% примерно, да. Оның әсерін 20% тарифқа сала алмаймыз ғой, бірден тариф өседі. Оны 10%-ға түсіретін субсидиялау системаны қарап шықтық, көрдік, бекіттік заңда. Бірінші этапта осы субсидиялау республикалық бюджеттен болады. Бірақ заңды түрде осындай мүмкіндік болады ұлттық қордан алуға. Егер кім біледі, келесі жылда мүмкіндік болады республика бюджетте, 1-2 жылдан кейін болмай қалады. Онда ғана біз мемлекет басшысына шығып, тиісті инстанциялық қордың управлениясы бар, басқа бар, соған шығып, ұлттық банкімен бірігіп, онда ғана біз осындай мүмкіндік бар, осындай жағдайды жасауға. Қазір керек емес. Яғни сіздер қарастырып отқан 4 көздің 3-еуінен ақша айтарлықтай жетпесе, сонда ғана ұлттық қорда қаржылар. Тек қана субсидияларға. Тек қана субсидияға. Кредит алсақ, ол біздің отандық банктер береді, біздің БРК бере алады. Ана КЖК деген компаниясы бар да, ана Байтеректі, ол тиісті ценные бумаги дейміз ғой нарықта. Әрбір әкімшілік қазір өз қағаздарын нарыққа шығарып, қаржысын өзіне жіберуге болады. Бірақ сұраныс болу үшін тиісті институттар сол қағаздарды сатып алады. Осы көздер қарастырылған. Бірақ субсидиялау бұл мемлекет тарапынан болу керек. Ол көп емес. Мысалы, келесі жылда 38-40 миллиардтай болуы мүмкін. Бірақ ол республика бюджеттен қарастыратын боламыз. Ұлттық қордан емес. Нақтылау. Бірақ ұлттық қордан мүмкіндікті сақтап отырмыз. Бірақ бюджетпен шығамыз деп үміттеп отырмыз. Жақсы, нақтылау, осы секторда модернизациялау соңы кейін коммуналдық қызметтерге тарифтің тағы да өсуіне әкеліп соғуы мүмкін бе? Өзіңіз білесіз, соңғы 30 жылдың ішінде инвестиция тапшы болған. Осы жылу желілеріне, генерацияға, су мәселесіне, кәріз жүйесіне күнделікті авария бар да. Әрбір мен өзім бақылап отырмын, телефонға түсіп, ЧС арқылы мәлімет алып отырмын, күнделікті бар. Әр өңірде бар. Ақтауда болады, су тапшы болады, электрмен, мысалы, Алматыда да, Астанада болады. Ол тек қана осы инфрақұрылымның тозығынан. Әрине, тарифтің деңгейі өсу мүмкін, бірақ ол тариф өсу адекватный мөлшермен өсу керек. Ол тек қана осы кредиттерді алған инвестицияларды қайтару үшін көтеруге болады. Басқа нелерге мен осындай өз пікірім бар, басқа бағыттарға көтеруге болмайды.